Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазір қазақ тілі пәні. Балалар, бүгінгі сабақтың тақырыбын білу үшін мына ребусты шешіңдер. Дұрыс. Бүгінгі сабақтың тақырыбы негізгі және туынды етістік. Оқу мақсаты өз бетінше мәтіннің тақырыбын анықтау, мәтін мазмұнын білу, негізгі туынды етістіктерді ажырату. Балалар, өткен сабақтағы білімдеріңді байқайық. Ол үшін мына тест сұрақтарын шешіңдер. Бірінші сұрақ етістіктің сұрақтары. Екінші сұрақ туынды етістіктер қатарын анықтаңдар. Үшінші сұрақ мақалды жалғастыр. Ерінбеген етікші. Жақсы, енді тексерейік. Өзіңді тексер. Егер барлық жауап дұрыс болса, өзіңе дұрыс белгісін қой. Балалар, оқулықтың 49-шы бетіндегі 16-шы жаттығуына назар аударыңдар. Көп нүктенің орнына атақты тұлғалардың бірінің атын қойып, мәтінді оқы. Ал енді тексерейік. Мәтін кім туралы? Ахмет Байтұрсынұлы туралы. Өте жақсы. Оның тұңғыш оқу құралы қалай аталады? Оқу құралы. Жарайсыңдар. Ол қандай оқулық? Әліппе. Өз ойыңмен бөліс. Мәтіннен етістіктерді тауып, олардың негізгі немесе туынды етістік екенін айтыңдар. Тексерейік. Атқарды, қарастырды, жинады, жазды, жасады, шығарды. Жарайсыңдар, балалар. Етістік туралы білімдеріңді көрсеттіңдер. Ахмет Байтұрсынұлы, қазақ ұлтының кемеңгер қайраткері. 20 ғасырдағы ұлт азаттық қозғалысы жетекшілерінің бірі. Ақын, ағартушы, түркітанушы ғалым, аудармашы. Тұңғыш жалпыұлттық қазақ газетінің іргесін қалаушылардың бірі. Қазақ тілі әліпбиін жасап, қолданысқа енгізді. Ахмет Байтұрсынұлының әліпбиін Қытай, Ауғанстан және Иранда тұрып жатқан қазақтар әлі күнге дейін қолданады. Алаш қозғалысы жетекшілерінің бірі. Алаш автономиялық үкіметінің мүшесі. 1937 жылы тұтқындалып, ату жазасына кесілді. Балам деген жұрт болмаса, жұртым дейтін бала қайдан шықсын? Ахмет Байтұрсынұлы. Ахмет Байтұрсынұлының еңбектері туралы қосымша мәлімет. Ахмет Байтұрсынұлының оқу құралы 1912 жылы қазақша жазылған тұңғыш әліппелердің бірі. Бұл әліппе оқытудың жаңа әдістері тұрғысынан өңделіп, 1925 жылға дейін бірнеше рет қайта басылды. Оқу құралы қазіргі әдістеме тұрғысынан әлі күнге дейін маңызды оқулық ретінде бағаланады. Байтұрсынұлы қазақ тілінің тазалығын сақтау үшін қам қылды. Оның 3 бөлімнен тұратын тіл құрал атты оқулығының фонетикаға арналған бөлімі 1915 жылы, морфологияға арналған бөлімі 1914 жылы, синтаксис бөлімі 1916 жылдан бастап жарық көрді.
Тіл құрал қазақ тілінің тұңғыш оқулығы. Оқулық қазіргі қазақ тіл оқулықтарының негізі болып қаланды. Тіл құрал қазақ тіл білімінің тарау-тарау салаларының құрылымын жүйелеп, ғылыми негізін салған зерттеу.